Сәлеметсіздер ме? Өзіңізді жеңіл сезініп, әдемі болып жүргіңіз келсе, көк шөптерді, оның ішінде шпинатты көп қолданыңыз. Бүгін шпинаттан жасалған блинчик жасаймыз. Құрамына шпинат, жұмыртқа, сүт, гахимай, эритрит, без глютен ұн керек. Ең алдымен шпинатымызды сода қосылған суға әдемілеп тазалап аламыз. Одан кейін таза шпинатымызды бір ыдысқа құйып, үстіне сүт қосып, блендерлеп, сұйылтып алып, одан кейін май, эритрит, ұн қосып, қоймалжың масса жасаймыз. Қызып тұрған тапамызға құйып, пісіріп аламыз. Осы блинчикті тәтті өнімдердің орнына пісіріп жесеңіз, артық салмақтан арылып, бетіңіз тап-таза болады. Сіз білесіз бе, шпинаттың құрамында темір көп екенін? Үнемі пайдалансаңыз, қаназдық аруынан құтыласыз. Ендеше сіздерге ас болсын, лайк басуды ұмытпаңыздар.